Қайырлы күн, әріптестер және ата-аналар. Бүгінгі вебинарымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы ABLS-R негізін оқыту және сөйлеу дағдыларын бағалаудың екінші бөлімі. Вебинарды жүргізетін клиникалық педагог Ақыншева Меруерт. Бүгінгі вебинарымыз жоспарына келетін болсақ, бағалау рәсімі және деректерді жинау, жеке даму жоспарын құрастыру критерийлері. ABLS-R бірінші вебинарымызда біз айтып өткен болатынбыз даму дағдыларының 25 бөлімі. Біз ABLS-R-да 25 даму дағдылары арқылы бағалау арқылы бізде жеке даму жоспары құрастырылады. Біліктілікті анықтау және қадағалауда баланың не істей алатындығын біз ABLS-R-ды жүргізу және бағалау арқылы баланың не істей алатынын білеміз. Және балада бірінші оқуды бастау үшін бізде көптеген дағдылар, баланың бойында қай дағдымен жұмыс жасау керектігін біз білуіміз қажет. Сол арқылы бізде жеке даму жоспары құрастырылады. Әрбір баланың өзінің жеке даму жоспары болады. Және балаға жеке даму жоспары құрастырғанда біз баланың барлық жетістігін бағалау кестесі арқылы бақылап отырамыз. Кей жағдайларда болады, баланың бағалауда ешқандай жетістіктер көрсетілмейді. Ол уақытта бізде мүмкін баланы бағалау кезінде не жоғары бағалап қойдық, не төмен бағалап қойдық. Не бағалау арқылы дұрыс бағдарлама таңдалмаған уақытта балада көрсеткіш төмен болады. Бұл уақытта біз немесе сол бағдарламаны тоқтатып басқа бағдарлама таңдалады, немесе сол бағдарламаны қайта бағалау арқылы жеке бағдарлама беріліп, сол бағдарлама ары қарай жұмыстар жасалады. Қазір біз сіздермен көріп отырғанымыз, бізде 25 дағдылар бөлімінің сіздерге бүгін визуалдық қабылдау дағдылар бөлімін алып отырық. Бұл жерде B1, B2, B3. Жерде баланың бізде бағалау кезінде иерархиялық құрылым арқылы оңай тапсырмадан қиын тапсырмаға барлық уақытта біз көтеріліп отырамыз. Яғни балаға біз бағалау кезінде біз B1-ді көретін болса, бала жинай алатын болса, немесе B3 болатын болса, яғни бұл баланың база даму дағдыларының негізгі бөлімі болып табылады. Біз бірінші бөлімде айтып өткенбіз, ABLS-R-да бағалаудың негізгі бөлімі, академиялық бөлімі және өзін-өзіне қамтамасыз ету бөлімі. Егер B1, B2 болатын болса, бұл баланың базалық деңгейі болып табылады. Егер балада тексеру уақытында бізде бағалау кезінде даму 20-шы немесе B20, 22 көрсететін болса, яғни баланың бойында 20 нақты дағды қалыптасқан деп айтуға болады. Осы кестеге нақтырақ біз жеке тоқталатын болсақ, бізде бірінші коды, бұл жерде балада код B1, B2, B3. Жоғарыда үстінде иерархиялық құрылым арқылы кіші дағдыдан, оңай тапсырмадан қиын тапсырмаға қарап біз көтеріліп отырамыз. Екінші ұяшық бізде бұл балл, біз 0 балдан 4 балға дейін бағамыз. Кей кезде болады, балада біз көрсетілген балдан да 4 балдан да жоғары балл болғанда өзімізге сол 5, 6, 7 деп ары қарап дағдыларды бағалай беруге болады бал арқылы. Үшінші ұяшық бізде бұл тапсырмалар, әр балаға өзіне тапсырма береді. Бізде B1, яғни қарапайым кірістіру жақтауыштары, екінші бізде сұрыптауыш, үшінші бірдей заттарды үлгілермен сәйкестендіре білу. Яғни әр дағдының, мысалы B1, B2, B3-тің өзіне қатысты тапсырмалары болады. Келесі ұяшықта бізде талаптық сипаттама, яғни жаңа дағдыларға сипаттамасы. Егер бала жақтауышты бөлшектерін берген уақытта, оны бала тиісті ұяшықтар орналастыра алуы. Екіншіде бізде сұрыптауыштарды қажетті шұңқырларға сәйкестендіріп орналастыра білуі. B3-те бірдей заттарды үлгілермен сәйкестендіре білу. Яғни сіз балаға берген уақытта бірдей мысал келтіретін болсақ, тарелка немесе қасықты бергенде баланы сәйкестендіре білуі. Келесі сұрақ, яғни бұл жерде сұрақта бала өзіміз сұрақ қоямыз. Бала қарапайым жақтауыштарды бөлшектерін орналастыра ала ма? Яғни өзімізге сұрақ қою арқылы біз өзіміз жауап береміз. Я, бала орналастырады, немесе орналастыра алмайды деп.
Екінші Б2-де бала сұрыптауыштарды пішімдерді орнына ұяшықтарға сәйкестендіре алады ма? Тағы да Б3-де бұл жерде бала үш бірдей затты сәйкес үлгілеріне байланысты сәйкестендіре алады. Егер біз өз сұрағымызға жауап беру арқылы баланың даму деңгейін бағалайтын боламыз. Келесі бізде мысал келтіретін болсақ, бізде бұл жерде әр түрлі түстегі жақтауышты алып отырмын. Негізгі эйблста қарапайым, яғни алынған жақтауыш түрі көретін болсаңыздар. Әрбір тапсырманың өзіне, әрбір дағдының өзіне қатысты тапсырмалар болады. Тапсырмалар болмаған жерде критерийге байланысты сіздер бағалап отыратын боласыздар. Критерийлер келетін болсақ, бұл жерде әрбір дағдылар 1, 2, 3, 4 критерийден тұрады. Бұл жерде мысалға алған дағдыларымызда 3 дағдыда да бізде 4 критерийден бағаланады екен. Бірінші бізде жақтауыштар, бірінші критерий, яғни ересектердің көмегі арқылы жақтауыштарды бала сала білуі. Екіншіде бала үлкен кісілердің көмегі арқылы қателесу арқылы 5 бөлікті салуы. Үшіншіде бала ешқандай ересек кісінің көмегінсіз өз үш жақтауышты салуы. Төртінші критерийде бала 5 жақтауышты ешқандай көмексіз өзі баланы салуы. Б2-де бұл жерде бала сұрыптауышқа үлкен кісілердің ересек кісінің көмегі арқылы 2 пішінді салуы. Екінші критерийде 5 пішінді, яғни бұл жерде бала қателесу арқылы салуы. Үшінші критерийде бала, яғни тиісті ұяшыққа өзі сәйкестендіре білуі. Төртінші критерийде алтын нысанды баланың өзі қателеспей сала білуі. Б3-де бұл жерде бала бірінші критерийде қателесу арқылы, яғни сәйкестендіре білуі бірдей заттарды. Екінші критерийде жақтауыштарды көмек арқылы салу. Үшінші критерийде бала 5 нысанның 4-еуін өзі қоя білуі. Төртінші критерийде, яғни 10 заттың 8-ін бала өзі қоя білуіне сәйкестендіріледі. Келесі бізде түсініктеме, бұл жерде Б1-де бөлшектерді бір уақытта береді. Яғни жақтауышқа балаға тапсырма орындалған уақытта бір бөлшектерді барлығын бір уақытта береді. Б3-де көріп отырғаныңыз өзгертілген, яғни эйблс кезінен эйблс арға қайта қарастырып, қайта жаңартылғанда өзгерістер енгізілген жазған. Бұл жерде түсініктемеге сізге өзіңізге қажетті ақпараттарды жазып отыруыңызға болады. Егер ашқан уақытта сіз есіңізге міндетті түрде қай тапсырмамен жұмыс жасау керектігін болашақта сіз білетін боласыз. Мысал ретінде сіздер көріп отқандарыңыз бізде Б1, яғни бұл жерде біз мысал ретінде тесттік бағамыз алған уақытта бала бізде 3-ті белгілеп отыр, яғни жақтау 3-ші критерийді белгіледік қызыл түспен. Бұл жерде бала 3 жақтауышты өзі ересек кісілердің көмегінсіз салғандықтан біз 3-ті белгіледік. Б2-де қарап отқандарыңызда бала мысал ретінде сұрыптауыштың бірінші критерийді белгіледік. Бұл жерде бала ересек кісінің көмегі арқылы және қателесу арқылы 2 сұрыптауышты ұяшыққа салып отыр. Б3-де бұл жерде бала бірде-бір затты сәйкестендіре алмағандықтан біз 0 балл қойдық. Көріп отқандарыңыздай. Енді сіздер көріп отқандарыңыз бізде баланы бағалау кестесі болады. Бағалау кестесінде әр баланың алған дағдыларын, бойында дағдысын біз белгілеп отырамыз. Бірінші бағалау кезінде міндетті түрде анаға немесе маманға белгілі болу үшін біз өзімізге қажетті ақпаратты осы бағалау деңгейінде түсіріп отырамыз. Оң жақта сіздер көріп отқандарыңызда бірінші оқушының аты жөні, екінші мұғалімнің, яғни жүргізген маманның немесе ата-ананың аты жөні және жүргізген күні өзімізге нақты білу үшін бағалаудың қай уақытта өзгеріс болғанын біз тиісті бір түсті алып отырамыз. Бұл жерде бірінші бағалау кезінде біз қызыл түсті алдық. Көріп отқандарыңызда бізде Б1-де бала 3 жақтауышты өзі қателесушілер салғандықтан 3-ші критерий бойынша 3 ұяшықты біз боядық.
Келесі бізде Б2-де бала яғни қателесу арқылы ересек кісінің көмегі арқылы салғандықтан екі сұрыптауыш ұяшыққа біз 1 баллды белгіледі, яғни 1 ұяшықты. Б3-те бала заттарды ұқсас заттар сәйкестендіре алмағандықтан біз 0 балл белгіледік, яғни шеңберді біз қызыл түспен бояп қойдық. Сіздердің қазір көріп отқандарыңыз біздің жоғарыда айтып өткендей 25 дағдылар бөлімі бар. Сіздердің көріп отқандарыңыз бізде 9 бағалау деңгейі. Бұл яғни негізгі бағалау деңгейі болып табылады. Балалардың бірінші бізде барлық уақытта негізгі бағалау деңгейі барлық уақыт жүргізіледі. Көріп отқандарыңызда толық 3 дағдыны белгілегенде осы көріністі көруге болады. Бізде оқыту мақсаты балаға біз әрбір дағдыны үйреткен уақытта, тапсырма берілген уақытта, сол тапсырманы бала анасымен немесе орталықтардың мамандармен жұмыс жасап, әрбір дағдыны үйреніп отырады. Бұл берілген тапсырманы бала тек қана анасымен немесе маманмен ғана орындап қоймай, кез келген жағдайда, кез келген орында бала орындай білген уақытта ғана бұл дағды бала бойында толық қалыптасты деп айтуға болады. Яғни бала бұл дағды қалыптасты деп тоқтатып қоюға болмайды. Барлық уақытта баланың күнделікті өмірінде дағдыны қолданып отыру. Сол кезде ғана бұл дағды баланың бойында ұмытылмайды, яғни күнделікті өмірінде қолданатын болады. Жеке даму жоспарын құрастыру критерийлеріне келетін болсақ, біз әрбір балаға өзіне бағалаудан кейін жеке даму жоспары құрастырады. Жеке даму жоспары құрастырғанда қарапайымнан күрделі тапсырмаға дейін жеткіземіз. Яғни балаға оңай тапсырмадан күрделі тапсырмаға дейін көтеріліп беріледі, сол тапсырма орындап отырады. Бала бір бағдарламаны жапқаннан кейін келесі бағдарлама отыр, яғни тапсырмалар қалыпты түрде күрделеніп отырады. Балаға біз A+R-да бала бойында біз жасына, немесе бала 6 жаста болсын, 10 жаста болсын, қарапайым тапсырманы орындай алмайтын болса, балаға біз өзінің даму деңгейіне байланысты дағдылар беріліп отырады. Балаға жеке даму жоспарын құрастырғанда, баланың деңгейіне байланысты 25 даму дағдыларынан бір дағдыдан әр дағдыны алуға болады. Немесе, егер балада бастапқы негізгі даму болса, балаға негізгі даму дағдыларынан алып отырамыз. Мысалы келтіретін болсақ, визуалды қабылдаудан 2 тапсырма бағдарлама, және вокалдық дыбыстаулардан 1 бағдарлама, мысалы сұраудан 1 дағдыдан алып отыр. Әрбір дағдыдан 2 тапсырмадан алып баланың деңгейіне байланысты алып отырады. Баланың білімі бар уақытта үздіксіз жүріп отыру керек. Тек қана бала бір бағдарламаны жапса, келесі бағдарламаға өтіп, баланың күнделікті білімін үздіксіз жүргізіп отыру керек. Сонда ғана баланың күнделікті өмірде қолдану арқылы, тапсырманы орындау арқылы біз баланың дамуын көретін боламыз бағалау деңгейі арқылы. Бағдарламаның әрбір баланың бағдарламасын құрастырғанда біз мақсатты болады. Біз балаға тапсырма құрғанда біз нақты мақсатын білуіміз керек. Әрбір балаға мен жоғарыда айтқандай мақсат қойылады. Егер бала бастапқы даму деңгейінде болса, 4 бағдарламадан 7 бағдарламаға дейін алынады. Егер баланың даму деңгейі орташа болатын болса, 8-ден 12, 14, яғни бұл жерде әр баланың даму деңгейіне байланысты болады. Критерий қойған уақытта біз жаңа жоғарыда айтып өткендей 1-ден 4 критерийге дейін бөлінеді. Егер бала 4 критерийді орындаған уақытта біз бұл дағды бала бойында қалыптасты деп айтуға болады. Яғни бала критерийді толық қалыптасқанына біз көз жеткізу үшін бала әртүрлі жерде, әртүрлі ересек кісілермен тапсырманы орындаған жағдайда ғана баланың бойында дағды толық қалыптасты деп айтуға болады. Яғни осы бағдарламаға қажетті бізге құралдар керек болады. Бағдарлама мақсатына байланысты қажетті құралдар. Яғни бағдарлама орындау барысында балаға қажетті көмектер, толық көмек, жартылай көмек, ыңды көмектер болады балаға.
яғни бағдарлама орындау барысында қажетті шаралар: балаға көмек көрсету, баланы мақтау, тапсырманы дұрыс орындау уақытта барлық уақытта бізде марапатталып отырады. И бағдарлама орындаған уақытта бір бағдарламаны барлық уақытта тек қана бір бағдарлама отырмай, бағдарламаны әр 3-4 тапсырма орындағаннан кейін келесі бағдарламаға ауысып отыру. Осының бәрі бізде бағдарлама барысында орындалатын шаралар болып табылады. Келесі бізде бір сізге мысал ретінде біз бір бағдарламаны алдық. Бұл жерде B3-те бірдей заттарды үлгілермен сәйкестендіріп білу. Мақсатына қарасақ, балаға ұқсас заттарды сәйкестендіруге үйрету. Және бұл жерде балаға бірдей заттарды сәйкестендіре ұқсасы. Критерийге келетін болсақ, 10 бірдей заттың 8-ін сәйкестендіре білу. Яғни баланың бойында дағды қалыптасқаннан кейін әртүрлі жағдайда 3 адаммен орындай білу. Яғни тапсырманы орындай. Сол уақытта ғана баланың бойында толық дағды қалыптасты деп айтылады. Осы бағдарлама заттарды үлгілермен сәйкестендіре білуге қажетті құралдар: жұп заттар, бірдей қасықтар, шынылар, қарандаштар, яғни баланың күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарын алуға болады. Яғни бұл жерде алған уақытта заттардың саны 10 заттан аспауы қажет болады. Яғни бастапқы кезде біз балаға 3 заттан бастаймыз. 3 заттан кейін бала егер жақсы сәйкестендіріп жатса 4, 5, 6, 10 затқа дейін біз жеткіземіз. Көмектерге келетін болса, физикалық көмек. Бұл жерде толықтай физикалық көмек баланың қолынан жоғары жағынан ұстау арқылы балаға толықтай түрде затты алып, ұқсас затқа сәйкестендіру көмек береді. Біртіндеп жартылай физикалық көмек өткенде баланың шынтағынан немесе білегінен ұстау арқылы балаға көмек береміз. Балаға тек қана ымдық көмек арқылы немесе вербальдық көмек арқылы көмектер болады. Баланың тапсырма орындау уақытында біз балаға бірінші ұқсас затқа мысал келтіретін болсақ, тарелкаға қой деп айтып, баланы күтеміз, яғни баланың өзінің орындауына мүмкіндік беруіміз қажет. Қажет шараларға келетін болсақ, баланың алдына 3 зат орналастырады, яғни мынандай ұқсас затқа орналастыр деп айтамыз. Егер бала түсінбеген жағдайда біз оған толықтай физикалық көмек береміз. Екінші ретте баланы біртіндеп жартылай көмекке өтеміз. Баланың алдына заттардың санын біртіндеп ұлғайтып отырамыз. Баланың бұл жерде қабылдауына байланысты. Егер нұсқауларға келетін болсақ, балаға бірінші кезде осындайға қой, келесінде осындайды тап, қасыққа қой, барлық уақытта нұсқауды өзгертіп отырамыз. Баланың мысалы жеке даму жоспарында бағдарлама 8, мысалы 6, 10 болған уақытта әр бағдарламаға 3-4 үлгіден кейін келесі бағдарламаға ауысып отырамыз. Себебі бала сіз егер бір бағдарламаны 10 үлгіге дейін апаратын болсақ, біріншіден бала жалығады, баланың тапсырмаға деген қызығушылық қалмайды. Егер біз бағдарламаны 3-4 үлгіден кейін ауыстырып отыратын болсақ, баланың бұл тапсырмадан жалықпайды және тапсырмаға деген қызығушылығы бар уақытта артып отырады. Бала өзі тапсырманы орындаған уақытта міндетті түрде біз мақтаймыз, марапаттаймыз және баланың жақсы көретін затын беріп, жігерлендіріп отырамыз. Және баланың сабаққа деген қызығушылығын арттырып отырамыз. Балаға әрбір бағаланы біз барлық уақытта 3-6 айдан кейін екінші бағалау жүргізіледі бізде. Екінші бағалау кезінде қарайтын болсақ, бұл жерде біз екінші түсті алды, яғни бұл жерде жасыл түсті алып отыр. Қарапайым жақтауыштарды кірістіруде бала бұл жерде 4 балл алып отыр, 4-ші критерий. Сәйкес бала 5 бөліктіде ересек кісілердің көмегінсіз салғандықтан біз 4 балл қойдық. Келесі бізде көретін болсаңыздар, бізде бағалау деңгейінде 4-ші ұяшықты біз жасыл түспен бояды. Және бұл жерде баланың бойында дағды қалыптасты деп айтуға болады. Келесі бізде B2, бұл жерде бала ешқандай өзгеріссіз, яғни сол екі жақтауышты, сұрыптауышты үлкен кісілердің көмегімен бұл жерде бала сол ұяшыққа кіргізу керектігін біледі, яғни сұрыптауышты ары бері айландырып отырып бала іздейді. Яғни қай ұяшыққа салатынын білмейді.
осындай жағдайда бала ешқандай өзгеріссіз бір балмен қалды. Неден көретін болсақ, бағалау деңгейінде ешқандай өзгеріссіз екінші бағалауда бізде болғандықтан біз келесі жасыл түспен бояған жоқпыз. Б3-те көретін болсақ, бала бұл жерде өзі бірдей заттар жиынтығын өзі екі затты қоя білгендіктен біз 2 балл қойдық, 1 балл қойдық. Бұл жерде бала ешқандай кісілердің көмегінсіз өзі бірдей затты сәйкестендіре білді. Және жасыл түспен 1 балл қойдық. Енді бағалау деңгейінен қарайтын болсақ, біз бірінші ұяшықты жасыл түспен боядық. Толықтай көретін болсақ, ұяшықты біз көріп отырсыздар өзгерістің балада байқалған дамуында 3 ай көлемінде. Мен сіздерге қазір көрсеткім келіп отқан кесте, яғни бұл 6 жастағы баланың даму деңгейі. Яғни 6 мәрте баланың тексерістен қайта-қайта бағалауда өткен деңгейін көріп отырсыздар. Байқап отырсаңыздар, баланың бірінші бағалау кезінде күлгін түспен боялғанда, баланың бастапқы негізгі дамудағылар көріп отырсыздар. Келесі екінші бағалау кезінде көк түспен бала боялған, бұл жерде бағалау кезінде қарап бағалау деңгейлерін өзгергенін байқауға болады. Үшінші рет бағалау кезінде баланың орташа даму деңгейін көріп отырсыздар. Баланың мысалы үлкен кісілер ынтымақтастық, әрекеттесе білуі, визуалдық қабылдауы, сөйлеуді қабылдауы, сұрай білуі, интервьюлардың реакция, атаулардың өзгерістерін көруге болады бұл жерден. Төртінші рет бағалау кезінде сары түспен баланың шамалы ғана даму деңгейлерінің жетпей қалғанын, даму деңгейі қалғанын көруге болады. Жасыл түспен бояған кезде баланың 1-2 ұяшық қана, яғни дағдылар баланың бойында толық қалыптасты деп айтуға да келеді. Ең соңында бізде қызыл түспен бояған кезде баланың барлық дағдылары 2-3 ұяшықтар толық дамуына жетпей тұрғанын көріп отырсыздар. Бұл жерде бала 6 жаста баланың даму деңгейі, яғни мектепке баратын баланың деңгейі. Бізде қазір Қазақстанда 7 жастан, немесе кей жерде 6 жастан баланы мектепке береді. Яғни бұл жерде баланың толық мектепке дайын деп айтуға болады даму деңгейіне. Бұл жерде тек қана бұл дағдылар ғана емес, баланың бойында бірінші бөлімде айтып өткендей, бұдан да көп дағдылар және дағдылар бөлімі болуы мүмкін. Біз сіздерге мысал ретінде алып отқан дағдыларымыз. Бізде сіздердің көріп отқандарыңыз ABLS-ардың авторы доктор Джеймс Партингтонның бізге жүргізген семинарында берген кестесі болып табылады. Ол кісі үлкен жұмыс атқарып, ата-аналармен жұмыс жасау арқылы, өзі көп зерттеудің арқасында қалыпты балалардың даму деңгейі қай уақытта қалыптасатындығын анықтаған болатын. Сол кестені сіздерге мен көрсетіп отырмын. Бізге ол кісі орыс тілінде берген болатын. Мен қазақ тіліне аудару арқылы сіздерге көрсетіп отырмын. Келесіде мен сіздерге нақты түсіндіру үшін өзім қызыл түс, жасыл түс және көк түспен сіздерге бояп көрсетіп отырмын. Қызыл түспен көріп отқандары сіздердің баланың бірінші алғашқы даму дағдылары екен. Бұл жерде баланың ынтымақтастық және нығайтуды ынталандыру, яғни бала өзінің анасымен немесе маманмен жұмыс жасау, бірлесе тапсырмаларын орындай білу, өздігінен сөйлеу баланың мысалы 9 айында дамиды екен. Әлеуметтік әрекеттесу, қарым-қатынас жасау бізде 9 айында баланың 16% көрсетіп отыр. Яғни тамақтану бізде қызыл түспен боялып тұр. Баланың бұл 9 айынан бастап баланың тамақтануға деген дағдылары қалыптаса бастайды деген көруге болады. Баланың 15 айында рецептивтік сөйлеуі, моторлық қимылдар, сұрау, атау қалыптасады екен. Және киіну баланың 21 айында баланың киінулері қалыптасады екен. Үлкен моторика және кіші моторикалардың дамуларын көруге болады. Соңында бізде үшінші даму деңгейлері, яғни интервьюлардың реакция, баланың сұрақ қоя білуі, күнделікті сіз қойған сұрақтарға баланың жауап беру және баланың сізге сұрақ қою,
сұрақ қою арқылы сіз балаға жауап бересіз. Сыныптағы күн тәртібі, бұл жерде баланың 24 айында көруге, 27 айында баланың сыныптағы күн тәртібі, балабақшадағы күн тәртібін баланың сақтай білуі көруге болады. Бізде 27 айда баланың дәретхананы қолдана білуін, даму деңгейін көтеріліп келе жатқанын байқауға болады. Бізде 45 айында баланың орфографиясы, сөздерді, айтқан сөздерді дұрыс жаза білуі және ести білуі баланың. Сіз айтқан сөзді мысал келтіретін болсақ, диктант деп айтқан уақытта баланың идің орда ені жазып қою, яғни орфографиясын, даму сөздерді, естіген сөздерді дұрыс жаза білуі. Бізде дәретхана қолдана білу баланың 60 айында 92%, яғни дағдылар қалыптасты деп айтуға болады. Бізде балада 72 айында ең соңында математикадан баланың, яғни математика ұғымдарды түсіну, санай білу, азайта білу, қоса білу, үлкен кішіні ажырата білу, ең соңында бізде математика 72 айда. Бұл да 6 жастағы баланың даму деңгейі. Көріп отқандарыңызда сіздер көк түспен баланың бойындағы 25 дағдылар бөлімі күлгін түспен боялған баланың бұл дағдыларының қай айда қалыптасып бітетіндігін көруге болады. Сіздер ынтымақтастық және нығайту, ынталандыру бізде 27 айда балада уже қалыптасты, толық қалыптасу, яғни дағдылар қалыптасты деп айтуға болады. Егер сіздерге Эйблс әр бірінші бөлімді айтып өткенде 2 бөлімнен тұрады, қаттамақ және нұсқаулықтан сіздер бала Эйблс арды қалай қолдану керектігін, баланың дағдылармен қалай жұмыс жасау керектігін, даму деңгейі қай жерде екенін сол нұсқаулықтан білетін боласыздар. Сіз нұсқаулықты қолдану арқылы балаға жеке даму жоспарын құрастыратын боласыз. Ал қаттамалықта біздің 25 дағдылар бөлімі 544 дағдының жеке-жеке өзіне қатысты тапсырмалары және ұяшықтары болады. Баланың даму деңгейіне байланысты сол ұяшықтар сіздер бояйсыздар және критерий бойынша баламен жұмыс жасайсыздар. Егер сізге Эйблс қажет болса, осы көшірме сілтемесінен ала аласыздар. Егер сіз орталықтан балаға сабақ алуда мүмкіндіктеріңіз болмаса, Эйблс арды алу арқылы сіз үйде баламен ары қарай жұмыс жасай беруге болады. Эйблс арды алған уақытта сіз алған маманнан сіз кеңес алып, қалай толтыру керек, қай дағдыларға көп көңіл бөлу керектігін сіз кеңес аласыздар. Сіздердің көріп отқандарыңыз біз Алматы қаласындағы орталығымыздың мекен жайы және байланыс номерларымыз. Егер баланың дамуында, сөйлеуінде қиыншылықтар байқайтын болсаңыз, біздің байланыс номерлерімізге хабарласып, кеңеске жазылып, белгіленген уақытта келіп, кеңестеріңізді баланың даму деңгейін қандай екенін, қай жерде тұрған және қай дағдылармен жұмыс жасау керектігін сіз кеңес алатын боласыздар. Және біздің экранда көрсетілген электрондық адрестерімізге хат жазу арқылы хаттарыңызға жауап алатын боласыздар. Бүгінгі біз сіздерде вебинарымызда талқылаған мәселен вебинарымыз жоспарына келетін болсақ, бағалау рәсімі және деректерді жинау. Сіздермен біз қалай бағалайтын және деректерді қалай жинайтынымызды айтып өттік, және деректерді жинау арқылы әрбір балаға жеке даму жоспарын құрастыру кезінде қандай критерийге көңіл бөлетініміз, қай критериймен жұмыс жасайтындығымыз айтып өттім. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз болмаса, менің экранда көрсетілген электрондық адресіме хат жазсаңыздар, мен сіздерге 7 күн, 5 жұмыс күнінің ішінде мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап беремін. Тағы да назар салып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.